сәлем, сіздермен бірге мен Балмұр, менің каналыма қош келдіңдер. Дәл жаңа жылдың алдында мен жаңа ASMR түсіріп жатырмын. Көріп тұрғандарындай менде микрофон пайда болды, және бұны маған күтпеген жерден жаңа жылға сыйлық ретінде берді. Даусым ұнап тұр деген ойдамын. Мен микрофонды бірінші рет қолданып тұрмын. Егер менің тема алып жатқаным естіліп тұрса, онда кешірім сұраймын. Елестетіңдер, бүгін 31-ші желтоқсан. Қазір сағат түнгі 3 болып қалған шығар. Және мен жаңа видео түсіріп жатырмын. Өйткені ертең 31 күні менде уақыт болмайды. Бүгін ғой негізі жарайды. Бүгін ұйықтамай видео түсіріп, монтаждап салайын деп жатырмын. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы, мен жай ғана видео түсіргім келіп тұр. Сондай менде urge болып жатыр, сондықтан сендерге ұнауы тиіс. Көріп тұрғандарындай мен шашымды боядым, және бояғаныма өте көп болды. 1 ай болып қалған шығар. Өзімнің шашым түсі де шығып жатыр. Және шашымды мен өзім бояғам. Сондықтан ана жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес деп айтпай қойыңдар. Мен парикмахер емеспін, бірақ өз шашымды де басқа бөтен қолға сене алмаймын, сеніп бере алмаймын. Не доверяю, орысша айтқанда. Сендерге видеоны көру ыңғайлы болу үшін мен видеоның описаниесіне немесе комментарийге видеоны бөліктерге бөліп жазып қоятын боламын, қай жерде не істейтінім туралы. Сол үшін описаниеға кіріп қарасаңдар болады. Бүгін біз неше түрлі күшті заттар істейтін боламыз. Және ең бірінші маған сыйлаған сыйлықтардан бастағым келіп тұр. Біріншісі ол осы микрофон. Бұл өте күтпеген жағдай болды. Маған осындай микрофон, сладости, там Milka, Лавыс және бір күшті милый жұмсақ ойыншық берді. Оның фотосын мен осы жерге мүмкін қоятын шығармын, өйткені мен оны жұмыста қалдырып кеттім. Сендермен бірге бірінші осы Лавысты ашқым келіп тұр. Қараңдар, мынаны қай жерге қыстыратынымды білмеймін. Знать, что он хороший отец. Мне надо Milka. Ой. Мне. Коламен забивать этим. Ай, смотрит. Мен ASMR түсіруде профессионал емеспін, сондықтан осындай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Егер біз сыйлықтардан бастасақ, онда сонымен жалғастырайық. Кейін менің анама мынандай сыйлық жасаған болатын. Біріншісі помада болған, мынау не екенін білмеймін. Advanced Night Cleansing Jelly. Желе. Бетті тазартатын желе деп білем. Estee Lauder'дікі. Ашып көрейік. Өте қызық болып тұр, не ішінде не екені. Сендер маған комментарийға жазған болатынсыңдар, экраннан шығып кеткелі тұрсың ғой деп. Өйткені менде микрофон болған жоқ, және мен максимально
assets. Менің қышқылдары бар екен. Закрыты. Бірақ иісі өте күшті. Осындай, короче. Бұны енді мен қазір қолданбаймын. Сонымен достар, мен әжетханаға келдім. Келесі сыйлықты көрсетемін. Бұл осыны анам көрсеткенде мен ойлағам, вау, қандай күшті кошелек, осыған ақша салатын болам. Бірақ сосын мына жазуды көрдім. Кико білеміз. Әр қыз біледі, бұл косметика сататын бренд. Бұл кошелек деп ішін ашып қалам ғой. Ішінде мені не күтіп тұрған. Қайдан білейін? Өзім бұлай специально барып, мен косметика алмайтын адаммын. Мен уже бұны қолданғаным көрініп тұрған шығар. Мынаны қолдандым және осы 3 кисетті қолдандым уже. Өте качественный, күшті кисеттер, қараңдар. Шынымен де күшті. Ойбай, свет не өтті. Достар, сендерді жаңа жылға бояп керек па? Мен сендерді уже бояғам. Если жаңа жылға әдемі болып боянып барғылар келсе, онда менің мына видеомды көріңдер. Мына жерде тұр, мына жерде тұрады, скорее всего, ссылка. Обязательно көріңдер. Ресницы. Көріп тұрғандарыңдай менде ресницы. Просто андай жабысатын жер өте күшті және сплошные ресницы, пучковые емес. Жеріне сындырып алдым. Түреді 52. Тағында жабысатын осындай нәрсесі бар. Мен бұндай нәрсемен бірінші рет қолданып тұрмын және осылай көрінеді. Былай, все. 50-50. Осы сыйлықты көрсеткім келді. Ал дәл қазір мен сендермен бірге мына шамды қосқым келіп тұр. Қосайық. Сендерге көрінбей тұр. Ашамыз. Сендер жай ғана дыбысын тыңдаңдар. Кәдімгі ағаштан жасалған камин сияқты. Күшті свет болып тұр, я свечада. Ал енді мен сендерге жаңа келе жатқан жылға тілек айтқым келіп тұр. Бұл 2025 жыл шынымен де бәріміздің еріп-талшықтарымызды шығарған, бітірген, неше түрлі еріп-талшықтарымызға эксперимент жасаған жыл болды. Инстаграмда рилсті қарап отырсам, былай құрбыларымнан сұрасам, бүкіл таныстарымнан сұрасам, шынымен де бәрінде сондай бір қарбалас болған қиын жыл болды деп айта аламын. Осы 2025 жыл қанша шопыттарға толы болған болса да, Лаура Лесбек айтатындай шопыт. Мен осы жылға өте қатты алғысым шексіз. Жақсы көремін 2025 жылды. Мен колледжді бітірдім. Жаңа машина алдым, өзіме алғашқы машина алдым. Және бизнесімді ашқан болатынмын. Және универге дистанционно оқуға түстім. Неше түрлі жақсы өзгерістер болды. Бірақ әрине өзгерістер еріп-талшықтардың кетуі арқылы болады. Сондықтан оны принять ету керексің, қабылдау керексің. Және берекелі, қайырлы болатынына сену керек. Келер 2026 жылы барлықтарыңа қалған армандарының орындалуын тілеймін. Ақша көбірек ақша қыздарға, сендерді жақсы көретін, щедрый, добрый, мейірімді, жомарт, әдемі, бойы ұзын жігіт тілеймін. Ал ұлдарға кішкене ақылға келулеріңді тілеймін. Өйткені 2025 жыл әдеттегідей өзінің жаңалықтарымен қорқытты әйел адамдарды. Сонымен қатар сәттілік тілеймін жұмыстарында, өздеріңнің қыздарыңды қуатты алуларың үшін. Егер ақша көбірек қаласаңдар, мен сияқты 31 желтоқсан күні бүгін түнгі 12-ге дейін 12 жүзім үстелдің астында
жеңдер. Жасыл жүзім ақшаға, ал қызыл жүзім махаббатқа. Өздерің не қалайсыңдар, соны шешіңдер да менімен бірге түнгі 12-ге дейін соны жеңдер. Барлығымызға тек жақсылық тілеймін. Ең бастысы денсаулық. Мен сендерді жақсы көрем, және айтқым келгені, бірнеше күн бұрын менің каналымда 1500 подписчик болды. Өте қатты қуанамын сендер келгені. Бір ай бойы мен видео түсірген жоқ, бірақ сонда да менің жаңа видеоларымды күтесіңдер, мені қолдайсыңдар. Жақсы көрем сендерді, көбейе берейік. Өзіме 100 000 подписчик тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Мүмкін ертең тағы да видео түсіремін. Мүмкін. Уәде бермеймін. Немесе келесі жылы кездесеміз. 2026 жылы. Мен сендерді жақсы көремін. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сау. Бір нәрсе істеуді